Сонымен бүкіл заттарымды жинап барғам. Жатпай отказной жазып шығып кеттім. Ол жерде жатқанда не істеймін, бәрі ештеңе жасамайтын болса деп. И не айтайын деп жатыр едім, алдында білесіздер ма, мен почкамда расширение бар деп айтып едім ғой, 3-5 сантиметр болатын. И сонымен ол қазір 4-5 болып өсіпті. Сол почкамнан аяқтарыма, денелеріме беріп жатқан сияқты, сол үшін отекать етіп жатқан сияқты. И просто маған айтты, сенің срогың әлі кішкентай, дәл болай отек болу үшін, сол үшін жатып шық деген маған. Сол жаққа барсам, бәрінде болады отекті. Не істейсің, кете бер деп, сонымен кеттім, тазар ғой. Сағат 8-де тұрып алып бармағам ғой да. И кеше емес, кешенің алдында мен ең настроениемді құртқан, бүкіл күндік настроениемді құртқан бір адам болды. Уролог. И оған мен УЗИ-дағы снимогымды бардым. Көргеннен кейін, деп андай адам шошытып қорқытып, кәдімгі не істейді да. Сосын не болды дедім да. Сөйтсем, сен тұрмысқа шықпай тұрып, типа, емделдің ба, баланы пландадыңдар ма дейді, біз емделіп жүргенбіз. И енді осындай аланың дегені болып қалды ғой енді, бірақ пландаған жоқпыз. Жоқ дедім да. Сөйтсем, білесің ба, қазір ауру балдар көп, ДЦП, жаңағыдай аутист балдар, ондайлар білесің ба, қайдан шығады, білімсіз адамдардан шығады, осылай немқұрайлы қарайтын адамдардан шығады, бірдеңе деп сөйлейді. Сосын мен айтым, сіз не үшін өйтіп айтып жатырсыз деп ше. Ой, енді қазір алланың дегені болып қойды ғой. Енді не үшін өйтіп адамды шошытып не істеп жатсам, жоқ, мен негізі былай айтып жатқанмын ғой деп, менің жыным ұстатса бола ма? Ана жерде ұрсып тастамағыма жыным ұстады ше. Негізі Талшынның өзі ай сайын 10 миллион теңге табатын жігіт күтіп отырып, ол солай дайын жігіт күтіп отыр да. Менің адамым ай сайын 10 миллион табу керек деп. Ал менің разницам бұл жерде, менің күйеуім болашақ махрге 148 миллион алып беру керек деп. Махрды береді 5-6 жылдан кейін береді, 1-2 жылдан кейін алып береді. Но әйтеуір түрінде алып беру керек дүниеде. Ол нәрсе мен күйеуіме мотивация болсын деп айтамын мысалға. И менің адамым может ай сайын даже 100 мың теңге таппайтын шығар, или миллиондап табатын шығар. Әртүрлі ситуация ғой. Главное, мен жүрегім ұнатқан адам болса, екеуміз біріміздің ішкі состояниемізді түсінетін болсақ, сол ғана маған керегі да, ең үлкен талабым. Мен не үшін бұл геріктің әңгімесі шығып кетті, өйткені эмоциямен айтып қойдым, ана өзінше болып азаматтық некені айтып отқаннан кейін мен, допустим, болашақта осы нәрсені қалаймын. Алып бере аласың ба, типа, алып бере алмағаннан кейін неменеге маған азаматтық некені айтып тұрсың деген дүниені айттым да. Оны мен ешкімнен сұраған жоқпын, болашақ күйеуімнен сұрадым. Енді сәл ғана жүн бар екен деп қатырасың. Жоқ болай фу дейді ғой. өзің қолтында жүн жоқ қой. Жоқ, менде Аллахи. Өсет ертең. Сол көйлегін айтамын саған. Менікі вообще жоқ. Сен кет, жұмытек. Кетеш. Есің кетеш. Анам, менің мұрнына жүніңді алып беріңдерші. Сен мұрнында жүн жоқ. Мына жеріндегі. Ертең бір алсаң, ол өсе беретін болады. Өсе берсін. Болмайды алуға. Өсе берсін. Болмайды алуға. Ертең бір алсаң, өсіп кетеді. Өкінесің, сосын өмір бойы мен саған алып беріп жүрмеймін шырағым. Шугарингке де жүрмеймін, шугарингке ақша бермеймін. Не ол шугаринг? Шугаринг дейтін бартер емес, қарбыз. Қарбыз? Қарбыз дейді ма? Қарбыз алып келдім. Қарбыз жесек, қырат қыз болып қатша бір қыз. Сынам көр ғой. Табақ. Қасыма бар ғой. Onun üstüne turaya vereyim mi? Қарбызыңыздар? Қайырлы күн болсын. Мен жеңшелеріммен бірге тамақ ішуге келдім, короче. Бірақ көрсетпеймін ол кісіні. Абаяның бойында, Абая 89 адресінде Акадзакидің жаңа нүктесі ашылған екен. Сол жерде тамақтанып отырық. Жеңше, көрсете берейін ба? Қашан қызбен келіп отырады екенбіз. Акадзакидеміз, короче. Істеп, қыздар құсап мынандай
Пудыртылған тамақтар жеп отырық. Қыздар жазыңдаршы болмаса бір жақсы мөлдіреп бірге тамақ ішуге хотя бы баратыңыздар болса жазып қойыңыздаршы.